Қадірлі отандастар, санаулы минуттан соң 2020 жыл тарих қойнауына енеді. Осы мерейлі мезетте ескі жылмен қоштасып, болашаққа бағдар түземіз. Бұл бәріміз жайдары көңілмен бір-бірімізге ақ тілек арнайтын айрықша сәт. Өтіп бара жатқан жыл күллі әлем жұртшылығының есінде қалатын ерекше жыл болды. Дүние жүзі бұрын соңды болмаған алапат індетпен бетпе-бет келді. Біздің халқымызға да оның зардабы тиді. Осындай қиын кезеңде тұтас ұлт болып, бірлігіміздің қадір қасиетін жете сезіндік. Дертке шалдыққан әрбір адамның тезірек сауығып кетуін тіледік. Бірақ індет адам талғамайды. Пандемияның салдарынан көптеген азаматтарымыздан айырылып қалдық. Олардың ішінде елімізді өркендетуге зор үлес қосқан танымал тұлғалар да бар. Өмірден өткен адамдардың имандары саламат болсын. Енді мұндай қасірет қайталанбасын. Бұл үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Әр азамат мемлекеттің қамқорлығында болады. Алдағы жылдан бастап коронавирусқа қарсы тегін вакцина егуді бастаймыз. Оны азаматтардың қалауымен ерікті түрде жүргіземіз. Осы күрделі кезеңде халқымыз береке бірлігі мен ынтымағын арттыра түсті. Отандастарымыз бір-біріне қол ұшын беріп, жанашырлық танытты. Бұл шын мәнінде ізгілік пен қайырымдылықтың үлгісі. Ең бастысы, біз бәріміз бірге болдық. Мемлекет тарапынан миллиондаған адамға қолдау жасалды. Біз қоғамның игілігі үшін қажырлы еңбек етіп жүрген азаматтардың жұмысын бағалай білдік. Дәрігерлер, мұғалімдер, тәртіп сақшылары, еріктілердің ерен ерлігіне куә болдық. Бұл азаматтар бейбіт күннің нағыз батырлары. Оларға халқымыз шексіз риза. Дорогие соотечественники, через несколько минут мы встретим Новый год. 2020 год запомнится нам как время тяжелых испытаний, драматических событий. Общими усилиями мы смогли уберечь экономику от глубокого падения, сохранив созидательный потенциал в производстве, сельском хозяйстве, бизнесе. Мы выстояли перед напором новых вызовов, проявили стойкость и солидарность. В сложнейших условиях решали не только повседневные задачи, но и обеспечивали поступательное развитие страны. Поэтому наш народ по праву может гордиться своими достижениями в этом непростом году. Мы вступаем не просто в очередной Новый год. Мы, по сути, входим в новый мир, в новую эпоху. Несмотря на все трудности, мы уверенно смотрим в будущее и пойдем вперед. Келе жатқан жаңа жыл қасиетті тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Біз егемен еліміздің тарихындағы 4-ші 10 жылдыққа қадам басамыз. Бұл шын мәнінде аса маңызды белес. Біз келешекте қазақ елінің қуатын одан әрі арттыра түсеміз. Барлық саладағы реформалар лайықты жалғасын табады. Менің басты миссиям халқымыздың тұрмыс сапасын жақсарту үшін сабақтастыққа негізделген тиімді саясат жүргізу. Біз аспенде, таспенде ұлттық мүдделерімізді табамыз. Хочу обратиться ко всем гражданам нашей Родины. Пандемия коронавируса, к сожалению, не позволила некоторым из вас проводить уходящий год в праздничной атмосфере. Но я уверен, что уже в скором времени все мы, как и прежде, вновь ощутим радость живого общения друг с другом, с родными и друзьями. От всей души желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть в каждом доме царит согласие, достаток и веселье. Берегите друг друга, заботьтесь о близких. Отдельные поздравления хочу адресовать тем, кто сейчас находится на службе и боевом посту. Народ ценит ваш труд. Мы встречаем 2021 год с большими надеждами. Это естественно. Каждый из нас верит, что в его судьбе и в жизни всей страны произойдут перемены к лучшему. Пусть все наши желания исполнятся,
и Казахстан станет еще сильнее. Қымбатты отандастар, осы бір ерекше сәтте бәріміздің арман үмітіміз бір арнаға тоғысады. Бұл мерекелік ақжарма тілек. Босағадан еніп келе жатқан жыл берекелі болсын. Тек жақсылық пен қуаныш әкелсін. Әрбір шаңыраққа, әрбір отбасына амандық, бақыт, ырыс тілеймін. Отанымыз өркендей берсін. Жаңа жыл құтты болсын, ағайын. Құрметті ақтөбеліктер, қадірменді жерлестер, мінекей өздеріңізбен бірге күнтізбені жаңартып, жылнаманың жаңа 2021 жылын қарсы алып отырмыз. Өткен жылдың өзіндік ерекшелігімен салған салмағы ешкімге оңайды деген жоқ. 100 жылда бір келетін ғасыр дерті әлемді алсапыран қылды. Күллі адамзаттың басына түскен сынақ бізге де әсерін тигізді. Індеттің себебімен көптеген шаралар кейінге шегерілді. Жоспардан тыс қаншама істер жолдан қосылды. Пандемияның кері әсері экономиканың барлық салаларын қамтыды. Жасыратын жоқ, облыстық бюджетке едәуір салмақ түсті. Дегенмен шүкір дейік, ол сынақтан да сынбай өттік. Шыдамдылық көрсеттік, шыңдалдық. Жаңалыс басқан жерімізді оңдадық. Бүгіндікке басымыз аман, бауырымыз бүтін. Ең басты байлық денсаулық екенін, ал ең басты құндылық отбасының берекесі екенін түсіндік. Көптен еңбек еленбей қалған дәрігерлеріміз бен мұғалімдеріміздің қадірін білдік. Осындай қиындықтарға қарамастан, өңірдегі әлеуметтік экономикалық жағдайдың өсу қарқыны тоқтаған жоқ. Өткен жылы өздеріңізге берген уәделерімізді тұра алдық. Бірқатар экономикалық салада алға жылжу бар. Жалпы өндіріс саласындағы, құрылыс саласындағы өсім мөлшері жоспарлаған межеден артты. Соның арқасында көптен күткен кезек жылжып, қаншама тұрғындарымыз жаңа баспана алып қуанды. Қаламызда жоспарлаған 97 көшенің орнына 117 көшені жөндеп, асфальт төседік. Тротуарлар мен балалар алаңын салдық. Тозығы жеткен ауылдарды жөндей бастадық. Инвестиция көлемінде ұлғайды. Көптеген жаңа жобалар іске қосылды. Нәтижесінде өңірлер арасындағы алдыңғы қатардан көріндік. Жаңа жұмыс орындары ашылды. Жаңа өнімдер пайда болды. Ауыл шаруашылығы да жақсы көрсеткіштерге ие болды. Астық бітік шығып, диқандарымыздың көңілі жайланды. Шаруаларымыздың жағдайын жақсартып, мал өсіруге ынталандыру мақсатында
субсидия мәселесі шештік. Соған сәйкес мал басының саны көбейді. Шалғай ауылдарға газ, су тартылды. Байланыс жүйесі жаңартылып, интернет желісіне қосылды. Көшелеріне асфальт төселіп, жаяу жүргіншілерге арналған тротуарлар салынды. Көшелер жарықтандырылды. Бірнеше елді мекендерде дене шынықтыру, сауықтыру кешендері іске қосылды. Соның нәтижесінде ауыл тұрғындары да бассейн, заманауи фитнес орталықтарының игілігін көре бастады. Өзіміздің Ақтөбе футбол клубы толық қарыздан құтылып, премьер-лигаға қайта оралды. Барлық бастамаларымыз алдағы уақытта да жалғасын табады. Даңқты бабаларымыз Әл-Фарабидің 1150 жылдығы, Абайдың 175 жылдығына орай бірқатар маңызды шаралар өткізілді. Ақтөбедегі Ақын атындағы даңғыл бойына Абай атамыздың еңселі ескерткіші бой көтерді. Әдебиет, рух, қоғам республикалық әдеби форумды ұйымдастырылды. Еридіге Ноғайлы дәуірінің жыры дастанның музыкалық альбомы жарыққа шықты. Атап өту керек, жасалған іс-шаралар орта ғасырдағы айбынды мемлекетіміз Алтын Орданың 750 жылдығына тұспа-тұс келді. Ол дегеніміз тарихты тану, өзімізді тану. Ата-бабаларымыз өр мінезімен, қайтпас қайсарлығымен, тұлпардың тұяғының жеткен жеріне дейін ұлан-ғайыр мемлекет құрған. Сол дәуірдің заңды тарихи мұрагері біздерміз. Жас ұрпаққа сондай даңқты бабаларымыздың ізбасарлары екендігін мақтанышпен дәріптеу үздіксіз жалғасын табатын ұлағатты іс болуы тиіс. Құрметті ақтөбеліктер, әр жылдың өз жетістігі, өз ерекшелігі бар. Өткенге салауат айтып, келер күннен тек жақсылық күтетін халықпыз. Алдағы уақытқа жоспарлаған межелеріміз айқын. Осыған сай жасалатын жұмыстар көп. Қорданып қалған экологиялық мәселелеріміз бар. Оны шешуге әрекет жасаймыз. Бірқатар салынуы тиіс әлеуметтік нысандарымыз бар. Оларды қолға аламыз. Көптен көгілдір отынды сағынып күткен елді мекендерге бірқатарына газ тартамыз. Елді мекендерді көгалдандыру, абаттандыруды жалғастырамыз. Жолдарымызды, көшелерімізді жөндеу, тротуарлар салу жалғасын табады. Келген жылға жоспарлаған осындай жұмыстарымыздың жеткілікті. Тек оның нәтижелерінің оңды болуы елдегі тыныштыққа, береке бірлікке, саяси тұрақтылыққа тікелей тәуелді. Ендеше келіп кірген 2021 жыл береке мен ырыстың, татулық пен тыныштықтың жылы болғай. Ой арманымыз, үміт тілегіміз жүзеге асып, бақ берекеміз таси берсін. Жаңа жетістіктеріміз бен жеңістерімізді бірге көрейік. Жаңа жылда сіздерге игілік пен ізгілік, дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға құт пен береке тілеймін. Еліміздің еңсесі биік, тұғыры берік болғай. Жаңа 2021 жыл құтты болсын, ағайын.